Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Алла тағала дұғаларымызды қабыл етсін, құлшылықтарымызды қабыл етсін. Біздерге Алла тағала дұрыс жолды көрсетіп қойған. Қазір адамдар негізі бақытты болғысы келеді да. Бірақ қызық, сол бақытты қылатын жолды біледі. Бірақ сонымен жүргісі келмейді ғой. Мынау басқа бір тупиктермен барып, анау бақытты болатын жерге былай өтіп кете салғысы келеді да. Бірақ негізгі бақытқа апаратын жолмен жүргісі келмейді. Мына тойларда да білесіздер ме, тілек айтқан кезде бәрі ата-ананың өзі бәрі бір сөз айтады. Бір сөз айтады. Үйленгендерге ше, бақытты болыңдар. Гүлденген әлем бір белес, әлем бір нәрсе деп бастайды да, сол айтады. Бақытты болыңдар. Бақыттың базарында, біреудің назарында, біреудің базарда бол, бит деп ше, осындай сөздер. Бірақ қалай бақытты болу керек екенін айтпайды ше. Қараңызшы, сол адамдар әдетке айналдырса еді, сол тілек айтқан адамдардың әрқайсысы шығып та, ей балдар, бақытты болыңдар. Бақытты болу үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бір нәрсесін орындаңдаршы. Ей үйлеріңнен шығар кезде бисмилля таваккалту аляллах ла хауля ва ла куввата илля биллах деп шығыңдаршы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімде-кім үйінен шығарда осы дұғаны айтса, Алла тағала екі періште тағайындайды. Ол періште сол адам үйіне қайтып келгенінше соның қызметінде болады. Бәле жаладан қорғап жүреді. Міне балдарым, бақытты болу үшін осыны орындаңдаршы деп біреуі келіп тілек айтып кетсе. Екіншісіге айтса, ей балдар, бақытты болыңдар. Бақытты болу үшін, ей мына бір дұғаны жаттай қойыңдаршы. Кімде-кім Бисмиллахиллади ла ядурру ма'асмихи шай'ун фил ард ва ла фис сама'i ва хуа самил алим деп азанда 3 мәрте, кешке 3 мәрте қайталай қойса, Алла тағала не деп уәде береді бізге? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Ол адамға жер бетінде еш нәрсе зиянын бере алмайды дейді. Ешкім десе бұл адамдарға кетереді. Ал еш нәрсе десе оған бүкіл жаратылыстар кетеді. Ай балдар, осыны қайталап жүріңдерші, міне бақыттың жолы депше, бақытты бол деп оның берген ішіп-жеп қайтып кете бермей, сол бақытты болудың жолдарын үйретсек қалай болар еді деймін да. Қазір біз сондай халықпыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынаны айтқан, осыны істесең жолың ашылады десе, Құранда аят бар мынандай, кімде-кім осыны істесе жолың ашылады десе, ешкім сенбейді бізде. Қайдам дейді. Бірақ бір тәуіп, шайтандар бар ғой, шайтандар, тәуіптер, палшы шайтандар бар ғой, палшылар, тәуіптер, көріпкелдер, бұлардың бәрі шайтандар бұлар. Солар келіп, өліп қалған атаңмен сөйлестім десе, деп соған сенеді ғой біздің қазақ. Не болып жаурап жүрген жоқ па екен? Ояқта да кредит алып қоймаған ба екен деп ше. Соған сенеміз ғой біз соларға. Бірақ пайғамбар айтты, Құран айтты десе, сенген сияқты боламыз. Бірақ бәрі-бір анау айғайдам деп тұрамыз ғой. Міне сол тойға барғандар тілек айтқан кезінде, ал балам бақытты бол дей бермей, айтса, ей бала, ей қыз, әке шешеңді сыйла. Міне әке шешенің өсиет айтса, тілек деген тола бізде, тілек емес, өсиет айтса да сол шыққан адамдар ше. Ей балам, ей келін, бақытты болу үшін. Қараңызшы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, пенде ата-анасына дұға қылуды тоқтатқан кезде, Алла тағала оның ырзық несібесін қысып азайтып тастайды дейді. Бай болғың келсе бар ғой, ата-анаңа дұға қылуды тоқтатпа. Не то что қызмет қылмау. Қазір көп келіндер көріп жатсыздар ғой, орамал тағып жүрген мынандай келіндердің өзі қазір картоп жарып жатыр ғой. Мен сенің оказывается мамаңа қызмет қылу, сенің аға інілеріңе қызмет қылу, оказывается маған міндет емес екен ғой деп жүрген ана жарым қатындар бар ғой қазіргі. Орамал тағып алған типа білімді. Кейбірде сол орамал тағып алған кейбіреулер соларды үйретіп жатқан. Шариғат былай, сен еркек адамның праваларының бәрін, не дейді анау? Еркек адамның міндеттерін бәрін жаттатып жатыр. Еркек адам өзінің міндетін өзі жаттасын. Қатын адам өзінің міндетін өзі жаттасын. Нең бар еркектің міндетін жаттап? Сөйтсек ана үйленейін деп жатқан кезінде, сен әйелдің алдындағы міндеттерді білесің ба? Менің правам мынандай деп, әркім өз правасын качет етіп жүрген заманда, сол ана үйленіп тұрған екі ақылды данышпанға қазіргі
үйтіп айтып жатқаны мына апалар қазір, мына апалар әлі Инстаграм нелерді көп түсінбейді ғой, TikTok бұлар көп шықыламайды. Мына жастар TikTok, Инстаграмнан шықпайды. Бұлар бәрін көріп алған, бірақ жаман ақымақ, өте ақымақ. Ақымақ дейтінім, бұлар TikTokта, Инстаграмда өте көп нәрсе көріп, өте көп информация жинап жатыр бұлар. Бірақ оны практикада көрмегенде, сол үшін бұлар ақымақ. Бірақ адамдарға соны не дейді? Ең жаман адам дейді, ең қатерлі адам. Түк білмейтін адам емес. Сол білмейтінін білмейтін адам дейді. Өзінің білімсіз екенін түсінбейтін адам. Сол 18-20 жасқа жеткен қыз, жігіттер қазіргі Инстаграмнан, TikToктан бәрін көріп алған қоя, сөйтетті мына 50-60-тағы сол нәрсені өмірде көріп тастаған адамдарға барып лештетіп жатыр да, біз бәрін білеміз деп. Қазір тілек айту емес, өсиет айту керек бірін-бірімізге. Енді қараңызшы, жолда ашатын нәрселер бар. Сіздерге осыны айтқымыз кеп тұр ғой, негізгісі. Біздің жолымызда ашатын нәрселер бар. Ол не екенін айтайық. Біріншісі истихфар. Алладан кешірім сұрау. Қараңыз, қазір айтса қызық, сенбейміз. Кімде-кім Алладан әрдайым кешірім сұраса, әйелі көтермей жүрген адам болса, біліп алсын. Кімде-кім Алладан әрдайым кешірім сұраса, оның әйелі көтереді. Бізде қазір анау дәріні сұрап жүр қой, көтертетін дәрі сұрап жүр қой, дұрыс па? Оны аламыз. Қожа Ахмет Яссауидің басына барсан көтереді дейсің ғой, Алматыдан барады таксимен. Қанша күнін кетіріп барады. Үкашаның басына барсан көтереді, су ішсең көтересің десе бар ғой, барады. Рас та? Бірақ Алладан кешірім сұрасы көтереді десеңше, қой, точно сөйтіп айтамыз ғой. Бірақ Алла Тағала Құранда айтады. Хасан Аль-Басри деген кісі бір күні осындай дәрісте отырған кезінде сұрақ қояды адамдар. Әркім әртүрлі жағдаймен. Біреуге айтады, егінім өспей қалды. Алладан кешірім сұра. Отбасында береке жоқ. Алладан кешірім сұра. Әйелім көтермей жүр. Алладан кешірім сұра. Ай, саудам жүрмей жатыр. Алладан кешірім сұра. Кейін шәкірттері сұрайды. Ұстаз, бүкіл сұраққа сіз бір жауап беріп жатсыз ғой, әр түрлі сұраққа бір түрлі жауап. Сонда айтады, сендер білмейтін бедіңдер. Қараңызшы, Алла Тағала Құр'ани Кәрімде мынандай аят айтады. Кімде-кім Алладан әрдайым кешірім сұраса, әдетке айналдырса осыны, Алла Тағала аспаннан жаудырады, жерден өндіреді, бала шаға береді, мал жан береді дейді. Енді қараңызшы, осы төртеуінен басқа сізде ешқандай өмірде мақсат жоқ. Алла Тағала өте қысқа нәрсемен бүкіл өмірін түсіндіріп беріп жатыр. Төрт-ақ ауыз сөз. Біздің ішіп жеуіміз 98% жерден шығады екен. Біздің ішіп жеп жүрген тағамдарымыз бар ғой, аспаннан жаумаса, жерден өне ма? Біз көктемде шығып тасаттықты не үшін береміз? Құдай бізге жаңбыр бер деп жаңбырды сұрамаймыз ба? Жаңбыр жоқ болса, табиғат жоқ. Өмір жоқ онда. Сол жаңбыр немен жауады? Қараңыз, кімде-кім Алладан кешірім сұраса, жаңбыр жаудырады. Демек, жерден өндіреді. Бүкіл біздің 98% деген ішіп жеп жүрген тағамымыздың бәрі шешілді ма? Мал жан береді, бала шаға береді дейді. Осы төртеуін айттық қоя. Бала шаға, бұл дүниенің қызығы. Міне жерде отқан кез келгеніміз, бала шағамыз бар шығар, біз әлі оның қадірін білмей тұрмыз. Небір адамдар, көп үлкен дүние жинаған адамдар бір тұяқ балаға зар болған кезінде не деп айтады? Бүкіл байлығымды берер едім, Алла Тағала бір бала берсе дейді. Береді. Бір бала үшін адамдар дүниесін бере алады. Неге? Негізгі бұл дүниенің мақсаты ол осы бала шаға. Мал жан береді дейді. Мал жан деген не екен білесіздер ма? Қазір біз ғой енді машинаң бар ма, жұмысың бар ма деп сөйлесетін болдық қой бір-бірімізбен. Бұрын біздің ата-аналарымыз, ата-бабаларымыз бір-бірімен амандасқан кезде мал жан аман ба деп сұрайды екен ғой. Осы мал деген бүкіл мал мүлкің, жан деген бүкіл бала шаға туған туысқандарың осының ішіне кіріп кетеді. Қараңызшы,
Мына төртеуінен басқа сізде бұл дүниеде ешқандай мақсат жоқ. Осылар беріп тұрса, Алла Тағала, болды, онда біз бақытты адамбыз. Әлбетте, иман ол өзі бір бөлік, бір байлық. Осының бәріне, мына дүниедегі бүкіл бақытыңа немен жетуге болады екен? Истихфар айтып, Алладан кешірім сұрау арқылы. Қараңыз, кешірім сұрау қандай? Астағфирулла біріншісі. Астағфируллахил-азим, астағфируллахил-азим ва атубу илайк. Бұл тәубені қосылады бұл жерде. Кімде-кім осымен астағфирулланы, қараңызшы, біздің пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен айырмашылығымыз қандай? Біз тәубе етеміз, қай уақытта тәубе етеміз? Алладан кешірім сұраймыз, қай уақытта? Бір қораға кіргенде ғой, бір қателік істегенде, бір бәлені опырған кезде, апалар картопты жарған кезде, дұрыс па, былай жеткен кезде, Алладан кешірім сұраймыз, Сен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ұқсағың келеді. Бірақ қараңызшы айырмашылығын қандай? Сен күнә істегенде тәубе етесің, сен күнә істегенде кешірім сұрайсың. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, күніне 70 мәрте, бір риуаятта күніне 100 мәрте Алладан кешірім сұрап тәубе етем дейді. Бірақ ол қай уақытта? Күнә істемеген кезінде. Алла Тағала оларды күнәдан қорғап қойған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам күнә жасамайды. Бірақ соның өзіне ол күніне 100 мәрте тәубе етеді. Ал біз күнә істейміз, сол кезде бір рет тәубе етеміз да. И то біз оны күнә деп өзімізше түсінген кезде, кейбір нәрселерге тәубе етпейміз. Неге? Бұл біз үшін нормаль нәрсе. Кет бара жатсың, жарым жалаңаш анау, баяғы ақшасы жетпей, жарым жалаңаш киініп алғандар бар, мата жетпей қалып, оны мынандай киініп алып, амал жоқ. Жарым жалаңаш киініп жүргендер бар ғой, бұты ашық, көкірегі ашық, бүкіл нәрсесі ашықтаршы. Сондай жаныңнан өтсе, не істейсің? Қарайсың ғой, дұрыс па? Тәубе етесің ба? Бұл көз жинасы ғой негізі, білесіздер ма? Тәубе етеміз ба? Тәубе етпейміз біз. Бізге ол әшейін күнәлар, кішкенте күнәлар ғой. Сауап көп қой мына жерде, дұрыс па? Умра істеп жатырмыз, ана жерде садақа беріп жатырмыз, ораза ұстап жүрміз. Біз не аламыз ондай майда-шүйде күнәларға тәубе етіп, дұрыс па? Мына жердегі ана 100 мың намаз жауыз береді деп үміттеніп жүрміз ғой. Қара, біз күніне қанша күнә істеп жатырмыз, өзіміз білмей, оларға тәубе етіп жатқан жоқпыз біз. Біз өзіміз білетін ана крупныйларына тәубе етеміз. Ішіп қойсақ, ұрлық істесек. Осы сіздер жүрген мекенге бір отбасы келген. Сонда жігіт айтып беріп жатыр. 8 жыл үйленгеннен кейін әйелі көтермеген. Бір күні қажылыққа келген. Одан кейін бір мен құсаған, миың ашып қалған бір молда айтқан да наған. Истихфар айтсаң, ал әйелін көтереді деп. Анау адам Кабаны айналып жүріп, тәубе етті. Осы истихфарды ше айтады. Әйеліміз екеуміз қосылдықта Кабаны айналып жүріп, истихфар айта бердік, мың-мыңдап айта бердік дейді. Валлахи, осы қажылықта әйелім көтерді дейді. Бірақ біз сорлы оған да сенбейміз ғой, саппа денеді. Көтеріп қойғанда, просто. Біреу Қожа Ахмет Яссауиға барып кеп көтерсе, көтерсіпті деп айтады да. Үкаш атаның басына барып келіп көтерсе, көтеріпті деп айтады. Бірақ мына жерге истихфар айтып көтеріпті десе, біздің көтеруіміз тағы қиын, сенуіміз тағы да қиын. Мүмкін емес сияқты. Оп-оңай жолмен әшейін астағфирулла деп көтере салу бізге өте ауыр тиеді ұрын нәпсімізге. Бірақ ана жігіт айтады, валлахи, осы қажылықта жүрген кезде әйелім көтерді, истихфар тоқтатпадық. 3 жыл қатарынан 3 бала туды дейді әйелім. Содан ана врач айтты дейді. Тентексің ба, сен инкубатор емессің ғой. Сәл тоқтаса, ауру өлесің ғой, сен көтере алмай қаласың ғой. Сәл демалсайшы деп. Айтты, білмеймін ғой, көтеріп қойып отырып қой. Содан сол жыл истихфар тоқтаттық дейді, сол жыл көтерген жоқпын дейді. Шынымен, біз бұндай нәрселерге сеніміміз өте ауыр. Біз дұғаның қабыл болу үшін сенім жайлы айттық па, айтқан жоқпыз ба осы келгелі бері? Дұға қабыл болу үшін ықылас керек, ол ұзақ бір сабақ ол. Дұға қабыл болу үшін біріншісі тамақтан өткен астың адалдығы керек. Одан кейін ықылас керек, сенім керек. Дұғаң сұраған беретініне 100% сенімді болуымыз керек. Біз өзі
Аллаға бірінші шаг жасауымыз керек. Сонда Алла Тағала бізге береді. Біз отырып аламыз да, біз ойлаймыз, осы адасып жүре беремін, Құдай өзі келеді де мені сол былықтан көтеріп алып шығып, тура жолға салып жібереді деп ойлаймыз ғой. Жоқ. Өзіміз бірінші Аллаға қарай әрекет жасауымыз керек. Қараңызшы, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі не дейді? Кімде-кім құдуси хадис деп айтады, кімде-кім Аллаға қарай қадам жасаса, Алла Тағала ол адамға қарай жүреді. Кім жүрсе, Алла Тағала ол адамға қарай жүгіреді деген. Ол деген сөз Алла Тағала бей жүгіреді деп біз жесін бермейміз ғой. Алла Тағалаға қарай біз бірінші шаг істеуіміз керек. Мына Көкшетау жақ бар, Көкшетау жақта бір топ делегат мына жетімдер үйіне барғанда, жетімдер, кішкентай балдар бар ғой, көңілін көтеруге барған. Сонда солардың ішінде жаңағы психопат дейма, психолог дейма, не дейді анау? Арамызда психологтар бар ма? Психологтар дінді түсінбесе ол нәрсемен айналыспасын. Психологтар қазіргі дінді түсінбесе ол өзі білмейтін нәрсемен айналыспасын. Дінді міндетті түрде білу керек. Өйткені психология бұл адамның жанымен айналысатын тақырып, дұрыс па? Ильмун нафс. Адамның күйзеліске ұшыраған адамдармен жұмыс істейтін адамдарды психолог дейді. Ауытқу барлар, шизофрения, анау-мынау. Адамның психологтар келіп сені гинекологиямен айналыспайды олар, урологиямен, лормен айналыспайды олар. Олар адамның мынау телесный осмотрмен айналыспайды. Олар оның духовный осмотрмен айналысады. Дұрыс па? Демек, рухпен айналысады ғой, рухпен айналысатын адамдар дінді міндетті түрде білуі керек. Бір психопат сондай, психолог, мен қарындасым орамал тағатын, келіп сөйлескен ғой, өздерінше адаммен жұмыс істейді ғой олар. Сөйтіп отырып, мен қарындасым оған лештеткен ғой, ақырет бар, ақыретте сұраламыз, өлгеннен кейін сұраламыз депсе, сөйтсе, мынада суицид деген ауру бар деп диагноз қойып берген ғой. Ана психолог неге? Өйткені бейшара өзі ақырет түсінбейді ғой. Сол үшін психологиямен айналысатын адамдар дінді білсін. Өйткені адамның рухымен айналысады. Ал рух негізгі азғындаудың ең үлкен шыңына қай уақытта жетеді? Құдайын ұмытқан кезде. Алла Тағала айтатын еді ғой, жүректер немен тынышталады? Алланы еске алумен, дұрыс па? Ал бұл психологтар ана жүрегі шаршап, ауытқып жүрген, қуып жүрген адамдармен жұмыс істегісі келеді. Бірақ оларды Алланы есіне түсірмей бақытты қылып жібергісі келеді олар. Бола алмайсың. Құдайды еске алмай, еш уақытта бақытты бола алмайсың. Сол психолог жаңағы бірге барған балдар үйіне. Сөйтіп, кішкентай балдарды ойлау жүйесі қандай екенін білу үшін оларға сурет салдырады. Білесіздер ме? Психологиядағы бар, олардың ойлау қабілеті қандай екен білу үшін оларға сурет салдырады. Сөйтеді, бәріне бір-бір қағаз, қалам береді да, сурет салыңдар дейді. Бәрі сурет салып шығады. Ана психолог жинап алады, шетінен қарап отыр. Сол кезде бір суретті көреді. Кәдімгі 4 бұрышты сызған жүрек, сыртынан жүрекпен қоршап қойған. Жалпы жүрек салған, жүректің ішіне 4 бұрышты бірдемен жазып қойған. Бүйтеді, мына адамның ауытқуы бар екен ғой. Ойлау жүйесі саяз бір адам шығар дейді. Мына суреттің егесі кім дейді? Сонда бір 7-8 жасар бала тұрады да, мен дейді. Мынау әдемі сурет салыпсың ғой деп, енді анау ұрыспайды ғой, енді өзінше бір ана мейірімді түр көрсеткені ғой оның. Міне жерде не мынау десе, ол жүрек қой ол дейді да. Жарайды жүрек, оның ішіндегі 4 бұрышты не десе, ол есік қой ол дейді. Жүрекке есіктің не керегі бар? Оған кім кіреді десе, оған Алла Тағала кіреді ғой оған дейді да. Сөйтсе анау психолог айтады, мә, қандай керемет, әдемі сурет екен, дұрыс. Енді ана баланың ойлау қабілетін жоғарылатпақшы ғой. Ойландырмақшы ғой. Енді жарайды, Алла Тағала кіреді екен бұл есікке. Енді неге бұл есікке тұтқа жасамадың дейді, ручка. Неге тұтқа жасамадың, оны ұстап ашып кірмей ма дейді. Сонда ана бала айтады, ол есікке тұтқаның керегі жоқ, оны ішінен сіз ашпайсыз ба оны дейді. Алла Тағала келіп сенің жүрегіңді ашпайды, оны сен ашуың керек қой ішінен дейді. Міне, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадисін ана 7-8 жасар бала түсініп тұр. Біз айтамыз, не дейді? Намаз оқысай, ораза ұстасай, Құдайдан қорықсай, арағыңды қойсай, тура жолға түссей, уақыт келеді. Ескестер ме осындай сөзді? Уақыт өзі келеді. Кім айтты саған уақыт келеді деп?
Біліңіздер, біздің түсінігімізде уақыт келеді. Ал негізгі Алланың бізге берген нәрсесін қарап көрсеңіз, уақыт тек кетеді. Уақыт келмейді, уақыт кетеді. Кешегі күн болды кетті. Ертеңгі күнше біз ойлап отырмыз келеді деп. Кім айтты саған оны келеді деп? Оны Алла біледі, ол келе ма, келмей ма. Талай адамдар үшін уақыт таусылып қалған, уақыт тек қана кетеді. Қаншадасың? 37 жылың өтіп кеткен. Сен 37 жыл келеді деп жүрген жоқсың. Өтіп кеткен ол. Біз уақытқа бағынбаймыз. Бағынамыз. Уақыт бізге бағынбайды. Сол үшін өзімізге тиесілі емес нәрсе жайлы неге сөйлейміз біз? Міне біз Құдайға қарай шаг жасауымыз керек. Алла Тағала, қараңыз, Али радиаллаху анху осы Мекке қаласында жүрген кезде құрғақшылық болады, жаңбыр жаумай қалады. Сонда Али радиаллаху анху келіп сахабаларға айтады: Али, Құдайдан жаңбыр сұрасайшы, сен сәйіттерденсің ғой, пайғамбар салам тұқымынансың ғой сен, дұға қылшы дейді. Сонда Али радиаллаху анху 2 ракат намаз оқиды, артынша жаңбыр жауады. Сонда сахабалардың біреуі сұрайды: Али, біз де сұрадық қой, сен не деп сұрадың, қалай сұрадың жаңбыр деген кезде? Не деген ол? Мен жаңбыр сұраған жоқпын, мен кешірім сұрадым. Өйткені Алла Тағала Құранда айтып тұр ғой, кімде-кім Алладан кешірім сұраса аспаннан жаудырады деп тұр ғой. Міне, апайлар, осы бір Құдайдан кешірім сұраумен бүкіл өміріңді реттеп алуға болады. Бірақ оған не керек енді? Сенім керек, сабырлық керек. Біз дұғаның шарттарын айттық, дұғаның үшеуі сізде болса, оның қабыл болуы 100% болады. Бірақ оның қабыл болуының 3 түрін айттық, дұрыс па? Тура сол сияқты. Сізде Құдайдан кешірім сұрайсыз ба? Сізге мына 4-еуі міндетті түрде беріледі, бірақ оған қай уақытта беріледі? Сен соған сенсең. Ай қайдам деген нәрсе ішіңде тұрма, болды, онда саған жүрмейді. Неге? Сен Құран аятына сене алмай жатсың ғой. 100% сенде тұр, бірақ сенде яқин деген нәрсе болмай жатыр ғой. Истихфар деген нәрсе ғой, апа. Астағфируллах, астағфируллахил азим, ва астағфируллахил азим, ва атубу илейк. Және истихфардың керемет бір нәрсе, бір түрі бар, осын жаттасаңыздар тұрады. Оны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: кімде-кім осы дұғаны айтатын болса, ол тіптен соғыс алаңынан қашып кетсе де оны Алла кешіреді деген. Негізі соғыс алаңынан қашу ол негізгі үкімі күпірлік қой, білесіздер ме? Діннен шығады. Отан үшін, дін үшін соғысқан адам соғыс алаңында жауға қарсы келе жатқан кезінде достарын тастап жаудан қашатын болса, теріс қарап, ол адам діннен шығып кетеді негіз. Пайғамбар салсам айтады: кімде-кім осы дұғаны айтса, истихфардың ең үлкен керемет түрінің бірі. Ол тіптен соғыс алаңынан қашса да, Алла Тағала ол адамды кешіреді. Қандай? Астағфируллахил азим, аллази ла илаха илля хуал хайюл қайюм, ва атубу илейк. Оп-оңай ғана, қай бір уақытта 42.500 берем деп еді, 2 бет заңды бір күнде жаттап алдық қой, дұрыс па? 42.500 үшін бүкіл күнәларың кешіріледі деп тұр ғой. Астағфируллахил азим, аллази ла илаха илля хуал хайюл қайюм, ва атубу илейк. Өте қысқа дұға ғой. Жаттап алайық.